Мына Ван Гогтың картинасы 35 миллион доллар тұрады. Мынау болса жетісу базарда шіріп жатыр ма деймін. Дешевле адам дейді, бәріне сауда керек. Мазамына сауда қиын. Қашын оюлар әдемі екен, қолдан істелген ма. Нарды, баны бір нарды сұрап еді бір жеттер. Нардыны ой жүрек. Мынандай нарды бар екен. Лайв трансляция дейді, рахмет. Шоқан Уәлиханов тұр екен. Байқаңыздар ма? Шоқан Уәлихановтың мүсіні өте жақсы. Шоқан Уәлиханов мүсіні қанша? 35 тұрады екен жігіттер. Шоқан Уәлихановтың мүсіні 35 тұрады екен. Ағаштан ойылып жасылған. Бір маза ұқсайды екен. Жақсы екен. Мынандай картинка бар екен. Мынау не ғой біздің? Көлсай. Шатас кеткен соң. Біздің Көлсай. Көлсай таза природасы ғой. Ахмет Яссауи ма? Кім біледі? Білмеймін, сол неге ұқсайды, Ахмет Яссауидің сол кезінде салған сурет болған. Мына картинка по-своему қызық екен. Негізі картина деген ше өте бір тонкий нәрсе. Ассалаумалейкум. Холстын істеген кәдімгі. Қанша тұрады екен? 25 тұрады екен. 25 тысяч просят. Ер тоқым бар екен, бана бір ер тоқым сұрап отырады жігіттер. Ассалаумалейкум. Мынаусы қанша тұрады екен? 150 мың. Мынаусы 150 тұрады екен. Мынаусы 110. Подкашы $1000, значит 450 мың ғой. Мынаның бағасы 450 мың. Аха, огонь екен, братшы. Картинка маған өтті. Четкий картинка. Қол істеген кәдімгі, қолмен крас еткен ғой мынаны. Таза ручной работа ғой. Красавчик, палуан. Так, кеттік. Тесак сұрап еді жаңа бір жігіттер. Тесак қанша тұрады, братан? Қанша тұрады? Мынау ше? Мынаусы 25 екен, мынаусы 30 екен жігіттер. Мына сервант тұрасыныш. Шкаф па, сервант па. Мына баяғы ғой, примерно мынаның весінің өзі 1,5 тонна ғой. Мынандай сервантты иметь ету деген баяғыда кәдімгідей роскошь болатын. Қазір заманда мынандай менсінбейді ғой. Қазір 400-500 миллион шыққан ДВП-дан істеп алады. Мыналар кәдімгі дуб ғой. Кәдімгі ше. Ойып, өректеліп істелген. Что там? Пушкин. Пушкиннің өзі в шоке ма, көзі бақырайып кетіп байқадыңдар ма? Пушкин сам в шоке. Братан, бағасы қанша? 90 мың. 90 мың екен жігіттер бағасы. Рахмет. Бағана сағат ше. Бағана сағат сөйлесіп көрейін деп тұрмын. 1 сағат көрдім, 5 теңге деді. Не деп тұр ма? Xeon. Көрініп тұр ма? Xeon дейді. Бұл стекло сынып тұр маңын ше. Стеклосын ауыстырушысы қалай болады екен? Мен алатын ені 5 кейсін ба? Сол болды, біз ерекше болып тұр ма сағат ше. Құрса бассың. Примерно 1-2 құлаған екен. Түсін олады сияқты сол ма? Қайсы қалай істейтін ше? Все, жігіттер алдық. Кім түсінеді мына ше? Үйге барып примерно энциклопедияны ақтарайын деп тұрсам, қалай істейтін. Ерекше екен, качествосы мықты екен.